Барлығыңызға қайырлы күн достар. Өте оңай, жеңіл салат дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Қажет заттар: қызылша, жұмыртқа, майонез, жүгері және картофель пай. Алдымен картофель пай дайындаймыз. Ол үшін картоптарымызды үккіштен өткізіп аламыз. Жақсылап салқын сумен қайта-қайта жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін осылай кептіріп аламыз. Қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Жұмыртқаны соломка етіп тураймыз. Қызылшаны да соломка етіп турап аламыз. Барлығын бөлек ыдысқа қосамыз. Қызылшаны, жұмыртқаны және картофель пайдың жартысын саламыз. Жүгеріні саламыз. Дәміне қарай тұз және майонез салып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді барлығын салып шығамыз. Үстінен қалған картофель пайды бетіне сеуіп шығамыз. Және жүгеріні осылай әдемілетіп қойсаңыздар болады. Салатымыз дайын болды. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен Айжан.